Жылан жұтқан жігіт. Әңгіме. Авторы Жеткер Жүсіп. Жаңбырбай жан ұшыра зулап келеді. Аншейінде ит тұмсығы атпайтын шеңгелді сайдың қақ ортасымен қақырата басып келеді. Соядай жиде тікенектері оның көйлек шалбарын емес, денесіндегі терілерін жұлып қалып жатқандай. Отқа оранған адамды атпен қуып ұстай алмайтын. Ал мына жылан жұтқан Жаңбырбайды дәл қазір тікұшақпен қуып ұстау мүмкін емес. Бағыты ауылдағы медпункт. Ойбайлап ұшып келеді. Оқия былай болды. Шөпті жігіттер Жаңбырбай, Дастан, Бекжандардың міндеті шабындық басындағы жинаулы шөп күделерін трактор тіркемесіне тиеп, орталыққа жіберіп тұрады. Ол осындай белді де, білекті де үш жігіт түсіріп, трактор тіркемесін босатып, кері жібереді. Ол қайта ораларымен дегенше бұларға да оларға да уақыт жеткілікті. Аттың басын әңгімеге жібереді дейсің. Не бір саясат, не бір тарих. Шежіре, қызу пікірталас осыларда. Өткенде Дастан Кутузовтың көзін шығарған кім деп ауыз бергенде Бекжан. Ол әскери жаттығу кезінде қарсыласының қылышы көзіне тиіп кеткеннен асқынған деп міз бақпай отырып қалды. Әңгімеге орашылық Жаңбырбай ғана ит біліппі деп күңк еткен. Ал Дастан мен Бекжандың бүгінгі әңгімесі ауылдан шыққандан жыландар туралы өрбіді. Менің атам баяғыда кіре тартып Самарқан жаққа барыпты. Сонда бір топ қазақ кесек басып нәпақа тауып жүргенде жылан жұтып қойған бір өзбекті көріпті дейді Бекжан. Соқ өтірікті, оны қалай біліпті? Деп Жаңбырбай араласты әңгімеге. Ол солардың аспазы болған. Азық түлікке жіберсе, жарты тамақты жоқ қылып келе берген. Сосын оны аңдуға бір адамды жібереді. Сөйтсе базардан шыққан әлгі аспазшы бір шама уақыт жүрген соң, ауыл сыртындағы ескі қорымның ішіне кіріп алып, кесекшілерге әкеле жатқан тамақтың жартысын соғып алады екен. Оның жесін көрген аңдушы жағасын ұстап отырып, атамдарға айтып береді. Кешкісін бары жиналып оны тергегенде байқұс аспазшы: мен жуырда ұйықтап жатып жылан жұтып қойған едім. Содан бері тамаққа тоймайтын болдым. Мені кеше көріңдер деп еңіреп қоя беріпті. Жылан жұтқан, жылан ғашық, жылан жерік дегендер өмірде көп қой деп Дастан да бұл тақырыптан хабары мол екендігін бір байқатып тастады. Жылан жерігі несі тағы да? Ой, не істеген жоқсың ба? Ана бірлікте тұратын кеңестің әйелі алғашқы ұлында жыланның етіне жерік болған ғой. Тастай құрдасы мотоциклмен барып Көксайдан ескі қыстаудан жылан әкеп беріпті. Жегенін көріп пе? Ой, жоқ. Бірақ кейін күйе күлдіктен тасталған құйрық терісін байқап қалыпты. Кәпір-шәйя. Орталыққа кеткен трактор кешікті. Дастан мен Бекжан жылан жайлы әлі соғып отыр. Шөп үйіндісіне жайғасқан үшеудің біреу жыланды жүрмейтін жері бар ма? Осы шөптің ішінде де сумаңдауы мүмкін ғой деген қорқынышпен барып көзі ілініп кетті. Ауыздары талды ма, сәлден соң ғана екеуі де қор ете кетті. Ойбай, мен жылан жұттым деген дауыс жапан даланы жаңартып жіберді. Кет әрмен, деді шошып кеткен Дастан. Жындысың ба? Қайдағы бәлені шығарып, деді көзі жыпылықтай Бекжан. Ойбай, ішім бүріп барады, жеп барады. Жан ұшырған Жаңбырбай жерге аунап жатыр. Екі жігіт не істерін білмей оны ұстай алмай әлек. Дастанға аузынан ақ көбік ағып жатқан Жаңбырбайдың бір аузынан жыланның құйрығы жылп еткендей көрінді. Ойбай, рас, деді ол Бекжанға жыламсырап қарай. Сол. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп жатқандай каналымыздың 80%-ін каналымызға тіркелмей көреді екен. Қазақ тілінің контентіне өз үлестеріңізді қосып, каналымызға тіркеліп, осындай әңгіме тыңдайтын достарыңызға жіберіңіз. Көп рахмет. Сол ақ екен, орнынан атып тұрған Жаңбырбай ауылға қарай оқтай ұшты.
Екі досы да жан ұшырып оны қуып келеді. Қуып не істесін? Жылан жұтып қойған Жаңбырбайдан қалып қойса, әлгі шөптің арасында құжынап жүрген жылан бұларды қуып жетіп аузына кіріп алатындай еді. Сол үрей тұла бойын жұлмалап жұлып алып қалып жатқан жидек тікенектерін еретпей жан ұшыртып келеді. Медпункт меңгерушісі тұла бойы тікенектен сау тамтығы жоқ Жаңбырбайды көріп шошып кетті. Ол аздай тілім болып тағы екі жетіп артынан. Жылан жұттым, ойбай! Жаңбырбай жерге отыра кетті. Не дейді? Я, деді екеуі, аспирин мен аналгиннен басқа дәрісі жоқ ауылдағы медпункттың меңгерушісі. Жаңбырбайдың ішіндегі жыланды қайдан қалай анықтасын? Қайтқан нафта лапкеге мінгізіп, облыс орталығына жіберді. Ондағы дәрігерлер қанша жерден тексергенімен жыланды таба алмады, рентген көрсетпеді. Жаңбырбайдың ауылға қайтарды. Ол келіп бүк түсіп үйде жатып алды. Ішкі құрылысын бірдеңе жеп барады. Жүдегенде шөлмектей болды. Оның бұл жатысынан шошынған ауылдастары ақша бермегесін дәрігерлер қарамады деген қорытынды шығарды. Ойлана келе олар Ташкенде бір катта профессор бар, соған апару керек деп ақыл айтты. Амал жоқ, бауырынан аяғанды итчесін. Апасы бір өгізін сатып, Жаңбырбайды Ташкенге алып келді. Қасқабас профессор не болды? Не қойды? Барын көші-көсіне дейін тәлпіштеп сұрап алды. Сосын жыламсырап отырған Жаңбырекенің тамырын ұстап отырып, я, жылан жұтыпсың, деді. Бірақ бұл сөзге ол қорқып кеткен жоқ, қайта қуанышпен қарағандай болды. Өйткені ауылда ешқандай дәрігер айтып сөзін өткізе алмаған ақыретте ішін жегіде жеген жыланнан да ауыр болмады ма? Сәл ұйықтап кеткен мұны ташкендік емші оятты. Суық саусағымен үстелді көрсетті. Селк ете қалды. Жылан, өлген жылан. Міне енді ешқандай қорқыныш жоқ. Бары артта қалды, деп жымиды профессор. Жаңбырбай ауылға келіп, біздің дәрігерлердің түк білмейтіндігін айтты. Құлан таза болған ол құр атқа мінгендей қайтадан ет алды. Анасының аман жаны қалды деп көзіне жас іркілді. Бірақ шөп басындағы жылан туралы қорқынышты көп әңгімелерден кейін өзін жылан жұтып қойғандығына сендіруге мәжбүр болғандығын Жаңбырбай қайдан білсін? Көп профессор оны жылан жұтқан жоқсын деп қайтарып жібергенімен пұшайман күй кешетінін, Жаңбырбайдың жан дүниесі тыныштала қоймайтынын түсінді. Сөйтті де оған ұйықтататын дәрі екті. Өлі жыланды әкелді, көрсетті, оны сендірді. Міне өз мамандығының нағыз иесі, нағыз профессоры деп осы кісіні айт.